Армысыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Каналыма көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Соның бірі, жалдамалы пәтер кімдерге беріледі? Сұрақтарға жауап бере кетейін. Жалдамалы пәтер жастарға беріледі. Жасы 29-ға толмаған жастарға. Осы жылдың, яғни 2019 жылдың 6 желтоқсанына дейін 29-ға толмаған жастарға беріледі. Екінші, ол жастың мектеп аттестаты мен жоғары оқу орнын бітірген дипломы керек, және де ол жұмыс істеп жатқан азамат болу керек, міндетті түрде. Үшінші, ол Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуде болу керек. Яғни 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде тұрақты тіркелген. Бірақ қандай да бір себептермен үзілістер болса, үміткер іріктеуден өтпейді. Және де төртінші, өтініш берушінің және оның барлық отбасы мүшелерінің Қазақстан бойынша меншік құқығында тұрғын үйдің, сондай-ақ 2 жыл ішінде сатып алу құқығымен жалға алу тұрғын үйінің болмауы. Демек, ол кісінің және де оның туыстарының атында ешқандай да мүлік болмау керек. Жаңағы автокөлік емес, міндетті түрде жаңағы үй болмау керек. Және де бесінші, төлем қабілеттігін растау керек. Демек, ол кісі міндетті түрде жұмыс істеу керек. Төлем қабілеттігін растау үшін жаңағы соңғы 6 айда ай сайынғы табыс болу керек. Және де кемінде ол табысы 101 мың теңгені құрау керек. Яғни ол жастың табысы 100 мың теңгеден көп болу керек. Егер жастар жоғарыдағы 5 критерийге сәйкес келсе, онда құжаттарын тапсыра алады. Айтайық, өтініш берушілер жастар саясаты жөніндегі басқармаға келесі құжаттарды тапсырады. Бірінші, арнайы үлгі бойынша жазылған өтініш. Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат, білімі туралы құжат, жаңағы дипломы, аттестаты. Неке қию туралы куәлігі, егерде бар болса, бұл да жаңағы үйленбеген, тұрмыс құрмаған жастар да өтініш бере алады. Балалардың туу туралы куәлігі, егерде бар болса, өтініш берушіге және отбасының барлық мүшелеріне жылжымайтын мүліктің жоқтығын растайтын анықтама. Жаңа айтып өткендей, өзінде және де оның туыстарында, демек әйелінде немесе жаңағы егерде отбасы болса, мүлікі болмау керек, үй болмау керек. Өтініш берушіге және отбасының барлық мүшелеріне жаңағы айтып өттік. Өтініш берушінің ай сайынғы табысын кемінде 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде растайтын соңғы 6 ай ішіндегі табысы туралы анықтама. Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 35 бабына сәйкес еңбек өтілін растайтын құжаттар, банктік шоттың болу және нөмірі туралы анықтама, және банктік шот бойынша ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді. Өтініш берушінің түрлі қызмет салаларындағы жеке жетістіктерін растайтын құжаттар. Егерде бар болса, бұл жаңағы сертификаттар немесе басқа да жаңағы түрлі куәландыратын құжаттар. Менің ойымша бәрі түсінікті деп ойлаймын. Немесе тиісті органдарға тапсыра аласыздар, немесе жаңағы Астана қаласы бойынша Смарт Астана деген портал ашылды электрондық. Соған тапсырады. Оған жаңағы ЭЦК арқылы онлайн режимде өтініш беруге болады. Өтінімдер қабылданып кетті. Енді болашақта да өтінімдер қабылдануы мүмкін. Сондықтан да осы ақпаратты сіздерге болашаққа деп айтып отырмын. Жаңағы қарашаның басында өтінім берген адамдар, міне Құдай қаласа, осы желтоқсанның басында пәтерлеріне алады, пәтерлеріне қол жеткізеді. Себебі әкімдіктер 10 жұмыс күн ішінде балды санап, үміткерлер тізімін жасауы тиіс. Баллы неғұрлым жоғары болған сайын пәтер алу ықтималдығы соғұрлым көбірек болады. Енді көрейік, балды қалай есептейді. Егер сіздің кәсібіңіз еңбек мемлекеттік бағдарламасына сәйкес халықты жұмыспен қамту мәселелер жөніндегі уәкілетті орган бекіткен қажетті 100 мамандық тізіміне кіретін болса, 10 балл. Сұранысқа ие мамандықтар тізімі жилфонд.kz сайтында көруге болады. Екінші, отбасылы болса 5 балл, бір бала болса 1 балл, екінші баладан бастап 2 балл қосылады. Жеке кәсіпкерлікпен айналысқаныңызға кемінде 1 жыл болса 5 балл қосылады екен. Әр бір жыл үшін 1 балл есептелінеді. Өз саласында жеке жетістіктері болған кісілерге 2 балл есептеледі.
жеке жетістіктері менің ойымша ол жаңағы өзінің сертификаты немесе жаңағы үздік мұғалім деген атағы немесе үздік дәрігер деген атағы сол деп ойлаймын. Одан кейін бюджеттік ұйымдарда еңбек қызметі үшін 5 балл, еңбек өтілінің әр жылына 1 баллдан беріледі екен. Ал екінші деңгейлі банктердің жинақ шоттарындағы депозиттеріндегі жинақтардың әрбір жыл үшін 2 балл есептелінеді. Демек, екінші жаңағы деңгейлі банкте ол кез келген банк, ол жерде жаңағы депозиттеріңіз болса, әр жыл үшін 2 баллдан есептелінеді. Міне осы балдарға қарап сіздерді жаңағы іріктейді. Әрине, бұл балың аз болса да жаңағы өтпей қалам ба деген қорқыныш болуы мүмкін. Мен ойымша бірақ өтесіздер, себебі тек қана сіздерге бірінші кезекте емес, екінші немесе үшінші кезекте берілуі мүмкін. Себебі бұл жалпы үйі жоқ жастарға қолдау ретінде жасалып отырған бағдарлама. Сондықтан да бұл балл дегеніміз тек қана жаңағы бюджеттік қызметтерге, мемлекеттік қызметкерлерге және де жаңағы балалы отбасы бар қызметкерлерге басымдық беріледі деген сөз. Сонымен тағы да айта кетейік, жалпы тұрғын үй қай жерде орналасқан. Нұр-Сұлтан қаласының құрылыс басқармасы мәліметі бойынша 1050 пәтердің 202-сі осы желтоқсан айында беріледі. 202-сі 2 бөлмелі пәтерден, 848-і 1 бөлмелі пәтерден берілетін болады. Жас азамат немесе азаматша жалға берілетін пәтерде 5 жыл тұралады. Яғни 5 жылдан соң ол пәтерді босату керек. Яғни бұл жас маман 5 жыл ішінде басқа жаңағы өзінің пәтерін алып өзінің жаңа ипотека немесе жалпы ақша жинап сатып алуға мүмкіншілігі болу керек. Неге дейсіздер ғой? Себебі бұл пәтерлерде, жаңағы жалға берілетін пәтерлерде ай сайынғы төлем бар жоғы 5-15 мың теңге арасында. 1 бөлмелі пәтерге бар жоғы 5 мың теңге төлейсіз айына. 3 бөлмелі пәтерге 15 мың теңге шамасында төлейсіз. Әрине, коммуналдық қызметтерді қоса есептегенде біраз жаңағы коммуналдық қызметтер бұған кірмейді, бұған ол қосымша есептелінеді. Соның өзінде де бұл жаңағы 10-15 мың теңгеден аса көп емес. Себебі сіздер білесіздер, жалпы Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында жалдамалы пәтерлердің бағасы өте қымбат, ал бұл жаңағы мемлекеттің жасап отырған бір көмегі деп білсек болады. Егерде бұл пәтерде 5 жыл бойы тұрсаңыздар, 15 мың теңге төлеп, сіздер қалған ақшаны жаңағы өзіңіздің ипотекаға бірінші жаңағы 10% немесе 20% жинауға мүмкіншіліктеріңіз болады деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан бойынша, статистика бойынша 14 пен 29 жас аралығында 4 миллионға жуық жастар бар екен. Оның ішінде 245 мың азамат елордада өмір сүреді, жұмыс істейді. Сонымен Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің айтуынша биыл жұмыс істейтін жастарға 1050 пәтер беріледі. Ал жалпы 2021 жылға дейін жасалып отырған бұл бағдарлама. Сондықтан да осы 3 жыл ішінде 9 мыңға жуық пәтер беріледі. Жалпы осы Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында. Сондықтан да демек бұл бірінші ағым жаңа осы қараша айында тапсырылды документтер. Енді келесі ағым жаңағы алдағы уақыттарда тапсырылады. Сондықтан да қазірден бастап осы документтерді жинаңыздар. Қазірден бастап жаңағы тіркеулерде болмасаңыздар, белгілі бір қалада тіркеуге тұрып қоя беріңіздер. Қазірден бастап документтеріңізді ретке келтіре беріңіздер. Себебі 3 жылдың ішінде биыл болмасын, келесі жылы болмасын, 3-ші жыл болсын, сіздер осы жалдамалы пәтерге ілігуге мүмкіндіктеріңіз бар әлде де. Сондықтан да қазірден бастап ойластырып, осы документтерді жинап, жалпы балл саны қалай есептелетінін білдіңіздер, естідіңіздер. Сол бойынша жаңағы өздеріңізде жаңағы толық емес документтеріңізді, толық емес құжаттарыңызды, жалпы жағдайларыңызды жасап, іздене беріңіздер қазірден бастап. Жаңалықтарды тыңдап отырыңыздар, себебі бұл құжаттарды қабылдау күні небәрі бір 5-6 күнді құрайды. Менің ойымша одан да аза ғой деймін. 3-4 күнді құрауы мүмкін. Сол 3-4 күннің ішінде сіздер құжаттардың бәрін тапсырып үлгеру керексіздер. Егер де үлгермей жатқан немесе тағы да бір документтерді қоса алып келу керек болып жатса, сіздерге қосымша 1 күн беріледі. Сондықтан да осы 3-4 күннің ішінде сіздер бүкіл документтерді тапсырып үлгеру керексіздер.
Міне, тәуелсіздік күніне орай сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерге ие болған азаматтардың тізімі жилфонд.kz сайтында жарияланады. Сондай-ақ, жалпы, егерде кез келген сұрақтарыңыз болып жатса, немесе жаңағы қашан осы документтерді тапсыруға болады, қашан тағы да келесі документтерді қабылдайтын күндер жарияланады. Сол жайында немесе басқа да сұрақтар жайында осы бағдарлама бойынша жалпы 109 колл-центріне хабарласа аласыздар, ұялы телефоннан тегін. Болашақта осы жалдамалы пәтерге ие болады деген үміттемін сіздерді. Іске сәт, қоныс тойларыңыз құтты болсын.